Украинаның оккупацияланған өңірлерінен тұрғындар көшіріліп жатыр. Себебі Киев күштері Ресей басып алған жерлерді қайтаруға талпыныс қақтығыстар күшейді. Ракеталар Ресей жеріне де түсіп жатыр. Толығырақ Жансая Қапасқызы айтып береді. Ресей күштері Херсон облысынан тұрғындарды көшіріп жатыр. Бұл туралы оккупацияланған аймақтың Мәскеу тағайындаған билігі хабарлады. Аяқасты эвакуацияға Украина армиясының ілгері жылжуы себеп. Жаулап алған жерлерді барынша сақтап қалуға тырысып жатқан Ресейді Еуропа кеңесі террористік режим деп атады. Сигнал усім державам-членам Ради Европы. Еуропа кеңесінің парламенттік ассамблеясы Ресейдің қазіргі режимін террористік деп атаған бірінші халықаралық ұйым. Бұл өте маңызды саяси белгі. Бүкіл әлем елдері үшін мұндай террористік топпен сөйлесудің қажеті жоқ деген белгі. Террорға тек күшпен жауап беру керек. Еуропалық одақтың сыртқы саясат басшысы Жозеп Боррель Ресей ядролық қару қолданса, батыс оның армиясын жойып жіберетінін мәлімдеді. Алайда Боррель Украинаның одақтастарында ядролық қару қолдану ойларында жоқ дейді. Украинаға кез келген ядролық шабуыл жасалса, оған дереу жауап болады. Ядролық емес, бірақ Ресей армиясын жойып жіберетіндей жойқын әскери жауап болады. Зымырандар болса, Ресей жеріне де түсіп жатыр. Белгород облысында оқ-дәрі қоймасы жарылып, бірнеше тұрғын үй қирады. Қаза болғандар мен жараланғандар бар, бірақ нақты саны белгісіз. Белгород губернаторы шабуылдарға Украина күштерін айыптаса, Киев ракеталарды Ресейдің сарбаздары қателікпен өздері жіберген дейді. Сначала 1, 2 бах, 3 бах, а потом дом содрогнулся очень сильно. НАТО басшылығы Ресей ядролық қару қолданса, соғыс барысы түбегейлі өзгереді, әрі оның салдары аса ауыр болады деп отыр. Ұйым мүшелері болса, НАТО Ресейге қауіп төндірмейді деп сендіруде. Алайда келесі аптада соғысқа дейінгі жоспарланған ядролық күштердің оқу жаттығуын өткізбек. Ал норвегиялық бақ өкілдерінің хабарлауынша, Ресей Кола түбегіндегі әуе базасына ядролық зарядтарды тасымалдайтын бомбалаушы ұшақтарды жеткізе бастаған. Жансая Қапасқызы, Берік Нұрсалимов, Айбат жаңалықтар қызметі.